Құрметті көрермендер, Түркістан қаласының тұрғындары. Орталық базарға қарама-қарсы Керуен Сарай шайханасы мен мұндалап көшемізге көрік беріп тұрғаны рас. Алайда бұл айқай-шуы көп қоғамдық орындардың бірі екенін біз сіздерге ұсынып отырған бейне материалдан байқай аласыз. Бұл шайхана иесі Бахадыр Ирисметов кезінде халық қалаулысы, бүгінде қаламыздың Өзбек ассамблеясының төрағасы. Осындай тәжірибелі кәсіпкер өз мекемесі алдындағы кішігірім проблемаларын шеше алмай дал болып жүргенге ұқсайды. Жеке автотұрағы мекеме ішіне орналасқан. Сол себепті көлікпен автотұраққа кірген жүргізуші қайта шығуы оңайға түспесін біле бермейтін сияқты. Ақылы автотұрақ ретінде бір тәртіпке келтірілмегені көреген көзге айқын байқалып ақ тұр. Жиналыста сөйлеген сөзінен байқасақ, біз облыс болдық. Біз автотұрақ бағасын басқалардан 10 есе қымбаттата аламыз дегенді меңзеп тұр. Есік алдындағы күзетшілері кімді нені күзетіп жүргендерінен бейхабар секілді. Біз бұл мекеменің басшылығына барып, қойған сұрақтарымызға мардымды жауап ала алмай қайттық. Десек те біз бұл сюжетті осында орналасқан автотұрақтың қаншалықты заңды, заңсыз екенін құзырлы органдардың, әсіресе мемлекеттік кірістер басқармасының назарына ұсынуды жөн көріп отырмыз. Bunu tamam şu en çalıştıkın jartısın degende машинаны алшы дейсің. Ал сен машинасын алып қайтып келгенде уже шашек суып қалады. Мен burada принципе кеттім, салам кеш айналайын деп жатырмын ғой, соны түсінбей жатырмын. Ешқандай түсінбей жатырмын. Тауыққа көнбей тұр ма? Көнбей тұр ма? Шыға жібер сашты. Іштен шықты ғой сонда. Сен сондай скандал болмайды, ондай айқай болмайды. Көріп жатсың ғой? Жоқ, мұндай көріп жатсың ғой, біреулер келеді тамақ ішемін дейді. Жоқ, мен олардың алдында подводить етіп жатқан жоқпын, оның әйелдің алдында. Оның алдында қорғап жатырмын сендерді қазір. Екеуіңді ме қорғап жатырмын? Ертең дайын болулары керек, любой нәрсеге. Соған дайын болып тұру керек деп жатырмын. Қараса енді, сол үшін теуіп не қыласың? Қазір бар емес па, областной масштабтың бәрі осы жерге келеді. Керуен Сарайда тамақ жақсы екен, арзандау екен, осы жерге келеміз. Или базарға келеді, 2 кило анау-мынау алады, стоянкеге осы жерге қояды да, сосын қойып нердің тамақ ішіп шыға салайық дейді. Дұрыс па? Көріп отырмын. Қазір енді областной масштабтан этика, эстетиканы жақсы, жаңағы сіз бит тұрмасаңдар, сендердің грубый сөздерді көтермейді ешкімдер. Сен сол жөнді кешке өткізіп жатсың ғой, таңертең. Кәсіпорын сөз 8 мың өткізесің, 9 мың өткізесің, коррекшн арқылы керек. Ертең қалған адам налогтан сұрайды бірінші. Қан тапқан ақшаң. Бахадыр қалтаңа ұрып жатсың ба? Олардың әдеті бұлай. Қожеке, мысал үшін бүгін 8 мың өткіздің, бір айда 240 мың. Соны 12 айға көбейтіп отырады ғой. Бар ма, жоқ па, ол ертең не қалыш дейді. Сосын автостоянка налоги десятикратные. Есіңде боласың. Автотұрақтың налоги 10 есе артық. Бана простой жерден. Бәрі сағынды болу керек, жаңа ерекмен айтпақшы жүрген облыс болды. Сөнің аяғы лапа таусыл, дәл қойшы, әліпте өзіміздікі ғой, налог өзіміздікі ғой, кеп бір пиала шай ішкен. Қазір абласына болуын. Оған ол патша айтып отыр. Мен сендерге бәріміз ба, охранниктерді бәріне қалталарына удостоверение қойып қойдым, дұрыс па? Қазір областной масштабқа өтіп жатырмыз дедім да, бәріне полный суреттерін, 3-4 суреттен бәріне удостоверение беріп қойдым. Қалтаңнан көрсетсе, міне бәйтерек күзет агенттігіненбіз. Міне сұрайтын болса, тексеріп қалған болса, сендер тексеріп келген болса, или жаңағыдай жалы болып қалатын болса, міне көрсетіңдер. Көрсетпесеңдер, сендер кінәлі болып қаласыңдар. Неге жасырасыңдар оны? Жасырмаңдар, көрсетіңдер, что службада тұрғандарды, охранада тұрғандарды. Үш жер жұмыс бабында тұрғандарды ескертіңдер. Удостоверение көрсетіп, форма қай ай болса сөйде бар десе, міне удостоверение. Бәйтерек күзет агенттігіне, міне көріп алыңыз. Сіз мынандай ақырын сөйлеңіз. Қазір біз сен барба Қожекеде ана жігітке, Арманға. Сен барды ішке. Қайып неде отыр екен, отырып тамақ ішті ме екен десең болды ғой. Burada шешіп тұрған мәселе ғой. Айтты деген мүмкін. Мындай Қожеке, сосын ешететін нәрсе. Ашекті жіберіп қойғасыңдар ғой Қожекеге.